Бесін намазы 10 рәкағаттан тұрады. 4 рәкағат сүннет, 4 рәкағат парыз және 2 рәкағат сүннет. Әйелдер 5 уақыт намазының барлығын жасырын оқиды. Уақыт кірісімен дәрет алынып дайындық жасалады. Жүзді қыбылаға қаратып, бесін намазының 4 рәкағат сүннетін оқуға ниет етіледі. Бесін намазының алғашқы 4 рәкағат сүннеті. Ниет. Бесін намазының алғашқы 4 рәкағат сүннетін оқуға ниет еттім деп іште айтылады. Жүрекпен ниет ету парыз, тілмен айту мұстахаб. Екі алақанын қыбылаға қаратып, саусақ ұштарын иықтарына туралап, Аллаху әкбар, Алла ең ұлы деп тәкбір айтады да қиямға тұрады. Оң қолын сол қолының үстіне қойып көкірек тұсында ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. Мысалы, Иқлас сүресі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құл хуаллаху ахад. Аллахус-самад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Осыдан кейін Аллаху әкбар деп рукухке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рукух кезінде Субхана Раббиял Азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сами Аллаху лиман хамида, Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рукухтен тұрады. Тұрғаннан кейін Раббана ва лакал хамд, ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху әкбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана Раббиял А'ла, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху әкбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер 2 аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху әкбар деп 2-ші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Раббил А'ла деп 3 мәрте тәсбих айтады. Осымен 1-ші рәкағатымыз аяқталды. 2-ші рәкағатта дәл осы сипатпен оқылады. Яғни қиям, рукух, сәжде. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна а'тайнакал каусар фасалли лираббика ванхар. Инна шанияка хуал абтар. Аллаху әкбар деп рукухке барады.
Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рүкүх кезінде Субхана Роббиел Азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сами Аллаху лиман хамида, Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рүкүхтен тұрады. Тұрғаннан кейін Роббана ва лакал хамд, ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху Акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана Роббиел Аля, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху Акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер екі аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху Акбар деп 2-ші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Роббиел Аля деп 3 мәрте тәсбих айтады. 2-ші ракағаттан кейін тәшаххуд отырысында тек қана әт-тахият дұғасын оқимыз. Әт-тахияту лиллахи вассалауату ват-таййибат. Ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ссалихин. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 2 ракағаттан кейінгі отырыстан кейін Аллаху Акбар деп алдымен басын көтеріп, сонан соң қолымен тізесін таянып қиямға тұрады. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда кезегімен төмендегілерді оқиды. Бисмиллах, Фатиха, Құраннан 1 сүре немесе ең азы 3 аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан 1 сүре немесе кем дегенде 3 аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул а'узу бираббил фалақ. Мин шарри ма халақ. Ва мин шарри ғасиқин иза вақаб. Ва мин шарри наффасати фил уқад. Ва мин шарри хасидин иза хасад. Осыдан кейін Аллаху Акбар деп рүкүхке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рүкүх кезінде Субхана Роббиел Азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сами Аллаху лиман хамида, Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рүкүхтен тұрады. Тұрғаннан кейін Роббана ва лакал хамд, ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху Акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана Роббиел Аля, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху Акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады.
Әйелдер екі аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху акбар деп екінші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Раббил А'ла деп 3 мәрте тәсбих айтады. 4-ші рәкағат. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи Раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настa'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. Ескерту: Фатиха сүресінен кейін кез келген өзіңіз білетін сүрені оқысаңыз болады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул а'узу бираббин-нас, маликин-нас, илахин-нас, мин шаррил-васвасил-ханнас, аллази ювасвису фи судурин-нас, минал-джиннати ван-нас. Аллаху акбар деп рукухке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рукух кезінде Субхана Раббил Азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сами Аллаху лиман хамида. Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рукухтен тұрады. Тұрғаннан кейін Раббана ва лакал хамд. Ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана Раббил А'ла, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер екі аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху акбар деп екінші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Раббил А'ла деп 3 мәрте тәсбих айтады. Соңында тәшәһүд отырысы бар. Тәшәһүд отырысында қолдың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Отырғанда мына дұғаларды оқимыз. Бірінші әт-тәхият дұғасы. Әт-тәхияту лиллахи вассалавату ват-таййибат. Ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракатух. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل دغسم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك تغسم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Дұғаларын оқып болған соң, «Әссәләму алейкум ва рахматуллах» деп алдымен оң жақ иығына, содан соң дәл осылайша сол жағына сәлем беріп дұға жасайды.
Екі иығына сәлем бергеннен кейін екі алақанын жайып төмендегі дұғаны оқып бет сипайды да намазын тамамдайды. Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта я зал джалали вал икрам. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Муазға әр намаздың соңында оқы деп өсиет еткен дұғасы. Аллахумма айни аля зикрика ва шукрика ва хусни айбадатик. Бесін намазының 4 ракағат сүннет намаздарын оққан кезде әр ракат сайын Фатиха сүресінен кейін бір сүре міндетті түрде оқылады. Алла тағала құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.